Be going to. Ережесі, қолданылуы және мысалдары. Жалпы be going to келешекке жоспарланған іс-әрекетті айтатын кезде қолданылады. Яғни келер күнге, келер аптаға, немесе келер жылға жоспарлаған іс-әрекеттеріңізді айтатын кезде қолданасыз. Мысалы, I'm going to buy a car. Мен көлік алайын деп жатырмын. Яғни қазақ тіліне деп жатырмын, соны жасайын деп жатырмын, мынаны алайын деп жатырмын, мына жерге барайын деп жатырмын деген сияқты мағынада қолданылады. Келесі, he's going to the park tomorrow. Ол ертең паркке барайын деп жатыр. We are going to the mountain with my friends next week. Біз келесі апта достарымызбен тауға барайын деп жатырмыз. Яғни, келешекке, болашаққа жоспарланған іс-әрекеттеріңізді айтатын кезде қолданыламыз. Енді структурасы, яғни қалай жасалады? Ең алдымен болымды түрі. Мысалы, I'm going және verb. Қараңыздар, бірінші есімдік, I, he, she, it, we, you, they. Одан кейін to be етістіктері. I-ға am, he, she, it-ке is, we, you, they-ге are. Одан кейін going to, міндетті түрде going to арасында ештеңе керек емес. Going to, одан кейін verb, яғни етістік. Етістіктің өзі ары қарай жалғасып кете береді. Яғни сөйлемде жасалынатын структурасы, құрылымы осындай. Бірінші есімдік, одан кейін verb to be, есімдікке қарай, одан кейін going to, одан кейін етістік. Келесі, болымсыз түрі. Болымсыз түрі қалай жасалынады? Есімдік, одан кейін verb to be, одан кейін not сөзі. Одан кейін going to plus verb, яғни етістік. Бірінші есімдіктер I, мысалы, одан кейін verb to be, am, одан кейін not, жоқ деген сөз, емес деген сөз. Going to және етістік. I'm not going to the park, мысалы. Келесі, сұраулы түрі қалай жасалынады? Сұраулы түрінде verb to be есімдіктің алдына шығады. Мысалы, am I going to the park? Is he going to the park? Яғни, verb to be есімдіктің алдына шығады. Одан кейін going to келеді. Одан кейін verb, одан кейін сөйлемнің жалғасы, қалай сөйлем берілген солай жасалынып кетеді. Және ең соңында сұрау белгісі. Келесі, енді осы сұраулы сөйлемдерге қалай қысқа жауаптар береміз. Мысалы, for example, is it going to rain? Жаңбыр жауайын деп тұр ма? Yes, it is. No, it isn't. Егер дейтін болсақ, yes, it is. Одан кейін жоқ деп айтатын болсақ, no, it is not. It isn't дегеніміз, it is not дегеннің қысқа түрі. Қысқаша жазуға да және толық жазуға да болады. Екеуі де дұрыс. Келесі example. Are you going to the market? Сен дүкенге барайын деп жатырсың ба? Yes, I am. No, I'm not. Осылай қысқа жауап қайтарамыз.